Сәлем. Маған бүгін Қытайдан посылка келді. Бұл посылкалар так 20 күннен 2 ай аралығында келіп тұр. Енді соны сіздердің көздерін ашпақшымын. Так. Так, мұнда не екен? Так. Бұнда наклейка для ногтей. Наклейка для ногтей. Бұлар білмеймін, 2 ай жүрді өдем. Мынандай рисунктер бар. Так, екінші посылка. Оны сырға деп. Оны сырға. Өте әдемі бұны. Бұлан сақинасы келді ғой. Енді сырғасын ол. Оны заказы отым. Так. Оны 2 айдай жүрді өдем где-то. Так, не өтсет. Келен кішкентай посылкалар. Браслет. Браслеттер мынандай. Керемет емес, бірақ онша. Жақсы. Бұлар тіпті ұмытып та алдым. Қашан келетін? Не екен? Болды. Бір наклейка тек. Басқа ештеңе де жоқ. Так, неге ұқсайды екен? Сол апасын екен. Не болуы мүмкін. Так. Татуировка. Кеше біреу осы қызды сұрап еді, осы татуировканың неге келмей жатыр деп. Не келді? Басқа ештеңе жоқ. Жақсы болды. Хозяйкасы көп күтіп қапты. Так, мыналар. Екі сырға, жоқ бір сырға, біреу тоже. Бір сырға, тоже бөлін заказ. Басқа ештеңе жоқ. Так, не мүмкін. Тұқым негізі, тұқым вообще заказ етудің қажеті жоқ өдем. Тұқым деген вообще келмейді. Мен уже неше тұқым заказат еттім. Тұқым емес. Бұл жаңағы настенный нелер. Барға ілетін. Наклейка. Тейді бабочки. Бұнда әме көбісін заказ бердім. Әлі екеу келу керек. Өте әдемі. Екеу де адамдардың заказы. Қуанатын болды. Барлықтарыңа рахмет.